Kıl kolu sardı. Öyle. İçinde Kobuz aslanının alatının orada gibi işledi. Kobuz, skripka, violonчель сияқты Европалық ıspалы аспаптардың ар атасы болып саналады. Кобуздың ıspалы аспаптарының жасалуына шеберлер аса үлкен мән берген. Соның бірі Илья Жақановтың «Ықылас» романы үзінді. Кобуздың қалай жасалатыны туралы. Ықыластың атасы Алтынбек 3 жыл бұрын Тоқмақ базарынан бұж-бұж безбар діңгектер әкелді. Оны 3 жыл кептіріп, діңгектерді жеке-жеке қорып көрді. Жоқ, үні әлі әлсіз, анық емес, келді. Уақыты келгенде атасы шанақты ойып, оны діңгек етті. Еш асықпай көрді. Атасы сөзден көрді. Нағыз үндеместің жүзіне айналды. Бір күні шоңырып енді шанаққа ұстап күн саламыз. Шанақтың күнін төгіп тастаған соң атасы «Қане, ұстап көш» деді. «Жеңіл» деді әкесі. «Ақшаны салмақтап көр». Жеңіл-жеңілдеп ықыластан қалды. Ықылас деген кім балдар? Маған күйсесі не Ақтұманның сынығы керек. Әкеле ғой ықылас деп атасы бұйырды. Атасы шыны сынығымен қобыздың сыртын сылдатып қырды, жылтыратты. Дүкен, мынамен қобызды сылар, ықылас сенде. Үшеуі ескі көзбен қобызды сықылдата сылады. Атасы шанақтың бетіне көңді келіп тындырды. Енді қыл керек. Атасы әкесі үшеуі жылқы үшін ұзақ аралады. Кәрі биге жолама ықылас деп әкесі айтты. Білен әке, оның қылы жарықшақтанып үзілгіш келеді. Мықты әлді жылқыдан ал. Ол берік, жұмыр болады. Қандай жылқыдан ал дейді? Мықты әлді. Асаулардың қылы қолына тигенде атасы риза болып, оны тұзды суға алып, ширасын деп жетігін күтті. Бұл іске де көңіл болды. Маған енді текті әкелді. Атасы шанақ бетіне көрге текті отырғызды. Зың еткен дыбысты тыңдай қалып, көргенде балам, тек бірінді шанақтың екі қабырғасынан іздерді. Тыңдашы, ашық, сазды үн, таза, бұрап көрші ықылас деді. Ықылас қобыздың құлағын 3-4 күн ауық бұрады. Ол бір айға созылды. Ықылас тағат зана күтті. Бірақ атасының сөзі сөз. Бір айда қыл бекіді. Атасының көңілі тасты. Неше жылы бенетін зейнет келші енді сен, дейді атасы. Қобызды тартып көрді. Қобыз сарнап көре берді. Осылайша ықылас бала кезінен қобыз аспабына, қобыз атасының күйлеріне қызығып өсті. Бір күні ықылас түс көреді. Түсінде қорқыт атасы ықыласқа қобыз береді. Yani bana kişenтай ықылас қобызды күнен алып бірінші өзінің атасы жасап береді. Екеуі еңбектеніп бірнеше жыл қобыз жасайды екен, сөйтіп қобыз шығады екен. Енді халықтың күйлерін тыңдап көрейік, бар ма?
қазір мен айтамын, бірдеңе жазбай кетіп қойды. Қобыздың өзін жинап қойды.